Сәлем достар, бүгін осындай қып-қызыл, дәмді, пайдалы борщ жасаймыз. Кешегі асылған етіміз, сорпамыз артылып қалған. Содан осындай борщ жасайық. Алдымен еттің бетіндегі қатқан майларын алып тастаймын. Сорпа, жаңағы борщымыз майлы болмау үшін. Сосын етімізді сорпамызбен бірге жылытып, сорпаны сүзетін боламыз. Мінекей майын алып тастадым. Қазір жылытамын да сорпаны сүземін. Сорпамыз жылғанша борщтың зажаркасын жасайық. Теркадан өткізілген сәбізді қуырамыз. Әбден қуырылған соң сәбізден кейін пиязды қосамыз. Пиязды жақсылап қуырамыз да, қуырып болған соң жәнегі біздің теркадан өткізілген қызылшамызды қосамыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Отыны басып қуырсақ та болады. Сорпамыз жылды, етін сүзіп алдым. Қазір мына сорпаны сүзіп, кастрюлемді жуып аламын. Мінекей сорпам дайын, сүзілген, қою, дәмді. Қазір зажарканы қуырып алайын тағы да, төбе тартып кетпесін. Томат қоссамыз бір қасық. Томат қосып қуырамыз. Енді суымызды қоссақ болады, әбден қуырылған соң. Суымызды қосып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін отты басып, қақпағын жауып қойсақ болады. Сорпа сүзілгенге мен картошканы салдым. Бұл қайнағанша мен капустамды турап дайындап алайын. Зажаркам дайын, қайнап жатыр. Тұз салсақ та болады, және лавр жапырағында біреуін салып қойсақ болады. Ал мінеки капустам дайын, оны да салдым. Қайнасын. Бұлар дайын болғанша мен етімді турап аламын. Тұзын де кішкене көрсеңіздер болады. Енді мінеки зажаркам суы тартылып, қоюланып, әйбәт болып тұр. Еті туралды, етім қосылды. Көп қосқан жоқпын, сүйектер мұжғанға қалдырдым. Мінекей, енді жәнегі біздің қуырылған қып-қызыл зажаркамызды қосамыз. Ол үшін от көбейтем, және зажарканы құямын. Қызылша мен сәбізі әбден пісіп кету керек. Сол кезде ғана қосамыз. Осылай бірге қосқан кезде көп қайнатуға болмайды. Түсін өзгертеді. Қызыл түсі жоқ болып кетеді. Содан жәнегіндей табада қуырылған кезде сәбіз бен қызылша әбден дайын болу керек пісіп. Мінекей араластырдым, тұзын, дәмін көрдім. Енді біздің борщымыз дайын. Табадағында құйып алдым, шайып. Мінекей араластырамыз, лавр жапырағымыз да бар. Қып-қызыл, дәмді, бешбармақтан қалған сорпамен, етпен жасалған борщымыз дайын болды. Ал сіз білдіңіз ба? Борщ
Ал құрметті көрермендерім, кешегі асылған еттен бүгін осындай дәмді борщ жасалды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Содан мен еңбегімді бағалап, маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Борщ қай елдің тағамы екенін білесіз бе? Борщ ежелгі Рим тағамы екен. Әдетте ет кейде саңырауқұлақ сорпасынан әзірленген екен. Мұнда ол ұлттық тағам болып саналатын. Және сол үшін көп мөлшерде қырыққабат пен қызылша өсірілетін. Римнен бұл көже барлық елдерге тараған екен. Өзіндік ұлттық ерекшеліктерін жинақтай бастаған. Борщтың ең үздік дәмді түрі Украин аспаздығында дайындалған екен. Сондықтан борщ Украин аспаздығының басты тағамы болып есептеледі. Борщқа тек қана малдың еті емес, құстың еттері, шұжықтар, немесе тек сүйек сорпасын қолдануға болады екен. Көкөніс бөлігі де алуан түрлі: картоп, қырыққабат, көді, үрме бұршақ, қызанақ, алма, шалқан, сәбіз, балғар бұрышы, жүгері кіреді екен. Бұл көкөністердің қайсы бірі қосылса да, ең негізгі көкөніс қызылша. Яғни құрамы бойынша борщ күрделі тағам. 20-ға дейін және одан жоғары құрамдас бөліктер кіреді. Осындай сіздермен кішігерім ақпаратпен бөліскім келді. Біліп жүрейік, борщ қандай тағам екенін. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.